Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздерге ұлттық бірыңғай тестілеуде және аттестацияда келетін тест сұрақтарымен бөлісетін боламыз. Егер де бұл тест сұрақтарының барлығының электрон нұсқасы қажет дейтін болсаңыздар, төменге телефон нөмірі қалдырамын. Сол WhatsApp желісіне шығып, тесттерді электронды нұсқада алуларыңызға болады. Енді қарастыратын болсақ, жатыс септік есімші тұлғасынан болған шартты бағынқыл сауықтас құрмалас сөйлем. Театрға кешікпей барғанда. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер, антонимдер. Төрттілікке қатысты одағайдың түрлері: шақыру, төл сөздің баяндаушы, есім сөздер, сөйле екенін, тарихи сөздер қатарын тап, уәзір, найза, колхоз, отарва. Мақсат істеуді тап, жорта, әдейі, қасақана. Қосымшалар арқылы байланысқан сөздер: баламен бірге, үйге қарай. Талғаулы саллас сөйлемнің жалғаулықтарын ата, не немесе яки я болмаса. Шартты бағынқыл сауықтас құрмалас сөйлем: білгенін білсем, білмегенін білсем деп ары қарай сөйлем болады. Бұл енді сіздерге айтып жатқан тест нұсқалары, кейбір мәтіндері арасында қателіктер бар, өйткені бұл бірден тест сұрақтары келген кезде адамдар жазып отырып шаттан жібере салған, соның барлығын біз қосып сіздерге ұсынып отырмыз. Осы жолғы тестілеулерде нақты бұл сұрақтар болады. Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырғанда өтір қойылмайтын шылау дейді. Мен, бен, пен деген сөзіне. Лагерге жолдама: біз лагерге кетеміз, сен ауылда қаласың деп мақтаншақ сезіммен сөйлеген кейіпкер. Әрине, ол бізде жантас. Теңеу дейді бір сұрақ нұсқасында. Теңеу дегеніміз бізде дайдей, тайтей. Абайдың 31-ші қара сөзінің 3-ші себебі: сол нәрсенің ішінен бірнеше қайталап көңілге бекіту. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шәкірт ойы өлеңін табу дейді. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған, шығамын тірі болсам адам болып өлеңінен, және қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам шәкірт ойы өлеңінен, сонымен қатар мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кіремін деген шәкірт ойы өлеңі бойынша келген тест сұрақтар екен. Келесі сұрақ: есім ханның озбырлығы дейді. Көксерек пен аққасқаны ажыратқан кім? Хасен аңшы. Жоқ көркемдеуші тауы. Бұл бізде әрине қайталау дұрыс жауабы. Үш қияндағы жердің аты дейді. Еділ, Жайық, Маңғыстау жерлері. Екі тарлан бөредім. Пәтер іздеп жүредік әңгімесінде көтерілген мәселе дейді. Әлеуметтік жағдай. Әже мен немересі туралы мәтін беріледі екен. Сол мәтіннен жақсы көретін жан дейді. Бұл мәтіндегі ең жақсы көретін жан әжесі екен. Ал әжесі не деген? Бұл сұрақтардың жауабында қандай сыйлық бергісі келді дейді. Ерекше сыйлық. Мәтіннің стилін табу. Әже мен немересі туралы мәтіннің негізгі стилі қандай деп сұрақтыр. Бұл арада көркем әдебиет стилі. Мәтінде неше қаратпа сөз бар дейді. Қозым деген екі қаратпа сөз бар екен. Арғарай тағы бір мәтін, ол бізде Мұрат Қабанбайдың бауыр әңгімесі мәтіне берілген. Мәтін былай екен: тығыз қара шашы, ұсақ бұйра, қол аяғы таралып қалған, кең иықты болмаса да ешкімнен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек кезді ақсұр бала, дұрысы бозбала, сыртқа серпіндей басып шыға келгенде манап орнынан ұшып тұрды. Соның нақ өзі. Төрекелді тұяғының сынығы. Қол созып мына баланың көрініп тұрған қай жерін ұстаңыз. Әкесі Сымбаттың өзбен бірге жер астына ала кеткен нышан белгілері. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын жуас момын, ал жиын тойда шетінен түйе палуан атанған. Додаға түссе көкпарды қақшып қоймайтын. Төрекелдиптер тұқымы. Кешегі қанды соғыста Сымбаттан өзгесі баудай түсіп,
Манап пен мына қара құлақ қали баладан басқа тігерге тұяқ қалмаған төрекелдептер үйірінің кенже құлыншағы. Үзіндінің авторы дейді әрине Мұрат Қабанбайдың Бауыр әңгімесі. Эпитет бұл арада портрет. Манаптың інісі Қали. Кейіпкер қайда болды дейді, балалар үйінде болды. Және тұяқ сөзінің мағынасы ұрпақ дегенді білдіреді екен. Қазақ тілі ілгерінді ықпалды сөз. Адамға, мектепке, гүлге. Мықты сөзінің синонимі қарулы. Жинақтық сан есімнің жұрнағы ау, еу. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары. Негізгі өзгеріс туралы мүшелердің өзгеруінде. Төл сөз аптыр сөзі. Төл сөз сызбасындағы аптыр сөздің екі жағынан қойылатын тыныс белгілері. Өтір және сызықша. Іс-әрекеттің болу-болмауын білдіретін етістіктің формасы. Ашығыра қабыса байланысқан тіркес. Мөлдір су. Түсіндірмелі салластың бірінші бөлігінің арасына қойылатын тыныс белгісі сызықша және қос нүкте. Бүкіл ел көңілденіп думанды боп қалады. Сабақтастың түрі сын қимыл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Стиль түрі ғылыми стиль бізде білімділік. Дулаттың о ақтан жас өлеңінің жанры дейді. Арна өлең және жанры толғау екен. Аяз би ертегісі арқылы көз жеткізетін мәселе. Ақылды адам жерде қалмайды. Абайдың бірінші сөзіне көтерілген мәселе өмірлік ісін табу. Шығаманның тірі болсам адам болып, мазмұнның өзегі, мақсат қою мен арманы, адам болуға ұмтылу. Еңсегей бойлы ер есімнің үзіндісі, тілеу берді құлыңдай, тілеу берді құлың мен емес, мұның қаным жөн емес деген. Бұл жерде аллитерация және эпифора болады екен. Көксеректе көтерілген мәселе. Адам мен табиғат арасындағы қайшылық. 7 ғасырдағы түрік халықтарына ортақ туынды. Диуани хикмет. Мұрат Мөңкеұлының Сарыарқа өлеңіндегі орыстардың әуелгі алған қонысы Еділ. Ахмет Яссауидің атақты шығармасы Диуани хикмет. Мұхтар Мағауиннің Шахан шері романының шиеленісуі Кек қуған шахан. Халықаралық Астана әуежайы деген мәтін беріледі екен. Осы мәтін бойынша сұрақтарды қарастырайық. Бірінші азат жолдағы күрделі сан есім дейді. Ол жерде 4 күрделі сан есім бар. Екінші бізде сәйкес келмейтін сөйлем. Сәйкес келмейтін сөйлем Астана орталығынан 12 километр қашықтықта орналасқан. Оның құрылысы Көкшетау тасжолы бойындағы Шортанды және Қарағанды тасжолында орналасқан аршалы аймағында бой көтереді. Біріккен сөзді көрсетті осының ішіндегі. Әрине, бұл бізде Көкшетау және тас жолы деген біріккен сөздер. Көкше және тау, тас және жол деген. Екі сөздің бірігу арқылы жасалған біріккен сөздер. Стильдің түрі бұл мәтіндегі публистикалық стиль. Қазіргі әуежай ішкі бағыттармен жұмыс істеуге көшетін болса, жаңа әуежай халықаралық бағыттарға қызмет көрсететін болады. Құрмаластың түрі бізде сабақтас құрмалас сөйлем. Мәтін беріледі. Осы мәтіндегі асуды қырғыз бермеді, әр жерлерден құралып. Қырғыздың қолы кернеді 5-ге дейін атысып. Қазақтың әлі келмеді қара балта соққылап. Аңғарынан шаң асты, қырғыз қазлақ 2 жар ескі жолға таласты. Сол уақытта хан Кеней амалынан адасты, қырғызды айдап шыға алмай, батырлар санда бір састы. Осындағы 5 сөзінің мағынасы дейді. Күн батқанға дейін, түс ауып, күн ұясына отырғанға дейінгі уақыт. Үзіндіге тән нұсқа Нысанбай жырау мен Кенесары Наурызбай туралы. Әскер сөзінің синонимі қол. Хан Кененің амалынан адасуы, қырғыз әскерінің күшеюі, көбеюі, тарихи оқиға. Бұл жерде ұлт азаттық көтеріліс.
Дұрыс жазуға негіз болатын ұстаным. Жауаптың алғашқы қалпын сақтап жазу, сөздің бастапқы тұлғасын сақтап жазу, оңашаланған айқындауышты көрсет дейді. Біз бұл жерде 8-ші сынып оқушылары деген бізде оңашаланған айқындауыш болады, және бастауыш пен баяндауыш біздің бала кезімізде отты шақпақпен ары қарай мәтін жалғасады. Әдебиет пен өнер терминдері сатира, дрижер және эпос деген бізде әдебиет терминдері болады. Бірыңғай диалект сөздер бізде сын, нән, шәкілдеуік деген сөздер болады. Диалект сөздер дегеніміз белгілі бір аймақта ғана қолданылатын сөздер. Бастауыш пен баяндауыштың қатынасынан тұрмайтын бір құрамды сөйлем бізде атаулы сөйлем деп аталады. Сөздер мен сөйлемдерді байланыстыратын талғаулы салалас жалғаулықтары мейлі иә болмаса шартты бағыңқылы сабақтас құрмалас шартты бағыңқылығы сабақтас сөйлемді табыңыз дейді. Театрға ерте барғанда үлгеретін едің. Ғылыми мәлімет беріліп, дәлелді қажет ететін зерттеу нысаны болып табылатын стильдің түрі бізде ғылыми стиль. Өз айтып тұрғандай, Ыбырай Алтынсарин дүние қалай ессең табылады әңгімесінде кісі баласын жастайынан неге үйір болмау керектігін үйретті дейді. Бұл арада бос жүрмеуге, еріншектікке, қиналмай мал табуға үйретті. Доспанбеттің қоғалы көлдер қомысолар жырында соғысып өтсе өкінбейтін жер әрине Сарыарқаның бойы. Абайдың бірінші қара сөзі ел бағу, мал бағу және ғылым бағу. Жусан иісі әңгімесінде автордың көтерген мәселесі аян, ауыл балаларының оқуға ұмтылысы. Күлтегін жыры кіші жазу және үлкен жазу деп екі жазумен жазылған екен. Махамбетке арналған шығарма нарын құм зауалы. Мәтіндегі көркемдеуіш құрал дай, дей, тай, тей жұрнағы бар. Әрине бұл бізде теңеу. Арыстандай айбатты, жолбарыстай ғайратты мен жастарға сенемін деп. Сол сияқты мен де сіздерге сенемін, әрқайсыларыңыз жақсы бала алып шығыңыздар. Бұл талғау жаңа низам келіп елді ауылнайлар басқара бастағанда 1893 жылы жазылды деген Мұрат Мөңкеұлының үш қияны. Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жыры қандай жыр дейді. Әрине тарихи жыр. Қу жаның кімнің сөзі? Ес қарияның сөзі. Мәтін беріледі, сол мәтін бойынша сұрақтардың жауабы арба, жұлдыздың атауы темірқазық, таразының тууы, жыл мезгілдері 2, 1 және 3 деген реттік бойынша мәтін жазылады екен. Жақыпқа кім болып келеді дейтін немересі әңгіме тайды не үшін қолданған от жағатын көк талды жеткізу үшін. Егіліп жылады қазаққа малдың жақындығы дейді. Бұлар бізде қандай да бір мәтін берілген, сол мәтіндер бойынша сұрақтардың жауабы болып келеді екен. Мен сіздерге бұл тест қалай келгенін айтқан болатынмын. Сондықтан тек қана жауаптарын сіздерге бөлісіп отырмын. Мұның барлығын айтуға тұру бізде көптеген уақыт талап етеді. Сондықтан келесі сұрақтарды қарастырайық. Тоғыспалы ықпал жас жігіт, синоним сөздер әдемі, сұлу, реңсіз, салыстырмалы шарайы тап дейді. Мысал білдіреді. Рақ-рек жұрнағы және сөйлемінде заттанып тұрған сын есімді тап. Бұл үйдің үлкені інісіне қамқор. Төл сөзді төле сөзге айландырғанда өзгерген сөзді тап дейді. Ол оң жағында тұрған екенін деген сөз болады екен. Қыстырма сөзді тап. Шынымды айтсам сіздің де айтарыңыз бар секілді. Әрине бұл арада қыстырма сөз бар. Шынымды айтсам, атаулы сөйлемді тап, бөлмеуші. Құрмаласын түрін анықта дейді. Біз ауылға жаяу тарттық, көлік жүре алмайтын тар жол басқа амал қалдырмады. Себеп салдар салалас. Құрмаласын түрін анықта. Шаршап келген соң деген мәтін беріледі екен. Сондағы құрмалас бізде себеп бағыныңқылы. Пунктуациялық стильге тән қатарды таптыр. Репортаж. Қожа өскенде кім болғысы келді? Әрине жазушы. Аяз би ертегісіндегі хан жаманның шешендігіне таң қалып, сөз тапқанға қолқа жоқ, таққа өзің лайықтысың деп не берді? Ханның тағын берді. Хайуан білмейді, білемін деп талпынбайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп. Надандығымызды білімділікке бермей, таласқанда өлер тірлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Абайдың 7-ші қара сөзіне сәйкес келетін ойды анықтаңыз. Бұл жерде әрине хайуан мен адамды салыстыру.
Асылық сөзінің синонимі астамшылық және күпірлік. Еңсегей бойлы ер есім сені есірткен, есілде менің кеңесім. Ес білгеннен есім қан, қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Көркемдегіш құралды анықта. Ассонанс және аллитерация дейді. Ассонанс дегеніміз біркелкі сөздердің дауысты дыбыстармен басталуы, аллитерация дегеніміз сөздердің біркелкі өлең жолындағы сөздердің дауыссыз дыбыстармен басталынып жазылуы. Қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін деген аллитерация. Ал егерде біркелкі дауысты дыбыстардан басталса, ол бізде ассонанс. Ағаштың астында толық денелі, қою қара шашты 32 жас шамасындағы әйел отырды. Бұл бізде Анна Ивановна. Жамау киім кигенім, жарлық сенің кесірің деп жырлаған кім? Ақтанберді жырау. Аққулар ұйқыларында поэмасынан сұрақ болды. Аққуды ату себебі әрине Тәуіптің анаға берген кеңесінен. Кенесары Наурыз жырының авторы Нысанбай жырау. Мұхтар Мағауиннің шығармасындағы өзініге тән кейіпкерді тап. Жолбарыстай қарқылдап күлді шақан шері. Жолбарыстай қарқылдап күлген шақан шері. Мәтін беріледі. Сол мәтіндегі сұрақтардың жауабы. Әрине, мәтін арал туралы екен. Демек, бұл Арал теңізінің мәтіні деген сөз. Арал туралы мәтін беріледі, және ондағы сұрақты ұмыттым, бірақ жауабы Арал дейді. Оқиға қай кезде болған? Көктемде. Мәтіннің стиль түрін анықтаңыз. Көркем әдебиет стилі. Мәтіннен бір сөзді береді, қосымшаларын анықта дейді. Ырықсыз етістік және көсемше. Мәтін бойынша сұрақ болды. Сұрақтар қай жерде балықтар қай жерде баяу өседі? Аралда қалай өседі деген сұрақ. Ойбай, неткен сұрақ. Атамекенінде баяу өседі, Аралда 2 есе ірі болады екен. Есте сақтап алыңыздар. Және екінші мәтін бізде Абай жолынан үзінді беріледі екен. Мәтін бойынша сұрақ Абай жолының үзінді дейді. Бұл жерде Құнанбай, Абай жолынан үзінді. Құнанбай, және мәтін бойынша сұрақ болды. Абай жолынан үзінді дейді. Есі қатал басшы, Абай жолынан үзінді. Мәтінге қатысы жоқ кейіпкерді тап дейді. Майбасар деген бұл Абай жолына қатысы жоқ кейіпкер екен. Мәтін бойынша сұрақ болады. Абай жолынан үзінді. Ынтымағы күшті деген сөз. Қысаң дауыстылар О және А. Осы қазақ тілінің көптеген жерлерде кезігеді. Жаттап алыңыздар сұрақты. Ауыспалы мағынада берілген сөздер. Долы теңіз, жылы сөз, жылы жүрек. Жинақта сан есімнің жинақтары. Ау, еу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу деп жинайды. Төл сөздің тыныс белгісі. Автор сөз, төл сөз, автор сөз және төл сөз. Әр адамның ойында күннің нұры бар, тек сол нұрдың деп жауап болады екен. Шақыру одағы бізде күшім. Септелік шылау арқылы байланысқан сөйлем. Телефон арқылы сөйлесті. Не арқылы сөйлесті? Телефон арқылы сөйлесті. Талғаулы салласты сөйлем. Халық санағын не биыл жылдың аяғында жүргізген. Ол өзінің жұмыс істейтін жерін көрсетпек болып, бүгін цехқа келді. Осы сөйлем болады. Бүгін цехқа деп, осы цех деген сөз жаттасаңыздар, мақсат бағыныңқылы сөйлем болады. Өйткені бұл жерде не мақсатпен келді? Әрине, цехқа өзінің жұмыс істейтін жерін көрсетпек үшін деп жауап болады. Сұраулы сөйлем жасайтын шылау. Маме, бабе, бардың ба, келдің бе, кеттің бе, жаттадың ба, жаттап алшы деген сияқты. Майханова айтты дейді. Нені? Түгінде адам болатын бала деп айтты. Доспамбет жауға шапқанда кімге сенеді? Тұлпарына. Ақтанбердінің сенімді серігі тұлпары. Абайдың 7-ші қара сөзінен үзінді дейді. Тәннен жан артық етеді. Тәнді жанға, жанды тәнге ұрғызса. Яғни 7-ші қара сөз жан мен тән деп жаттасаңыздар болды. Сұлтанмахмұт Торайғыровтан қалған мұра біздің ұлттық әдебиетімізді жаңа кезеңде 20-шы ғасырдың басындағы деп мәтін берілсе, немесе сұрақ берілсе,
Бұның жауабы бізде С. Қирабаев. Жиенбеттің Есімханға айтқанынан үзінді дейді. Есімхан алдындағы абыройы мен беделі. Есімханның сенімді адамы. 200 томға енген шығарма. Көксерек, Мұхтар Әуезовтің шығармасы. Қорқыттың қыз анадан көрмейінше үлгі алмас, әке анадан ұл әкеден көрмейінше үлгі алмас деген көркемдік тәсілі бұл жерде ирония. Ұшқан қай кезеңді сипаттады? Кеңес үкіметінің құрылып жатқан кезі. Дабыл қандай шығарма дейді? Фантастикалық әңгіме. Алғашқы ұстаз шығармасына тән дұрыс жауап. Дүйсен қара таныды, көп оқымаған, әліппесі де жоқ Ленин деген сөз екен. Мәтін беріледі және етістік, сын есім, зат есім, тәуелдік жалға барыс септікте келсе, бұл бізде тапқырлығына деген мәтіннің жауабы. Тапқырлығына. Міне, дұрыс жауап осы, жаттап алыңыздар. Дәл осы сұрақ келетіні. Табиғат сөзімен мағыналас. Тіршілік ауа райының болжау институтын ашқан. Бұл да келеді. Қазақ табиғатқа етене жақын. Бұл да келеді. Тәуелдік жалғаулы сөз. Халқымыздың. Мына сұрақта келеді міндетті түрде. Дөңгелене отыруды қандай сөзбен алмастыруға болады? Бұл бізде Жусанисідегі мәтіннен. Алақотан жайғасуы деген сөз бізде болады. Қай шығарма? Сайын Мұратбековтің Жусанисі шығармасынан. Шыңырауы терең сөздермен мағыналас. Терең құз. Терең құз бізде эпитет. Не себепті балалар аянмен ойнайтын? Аянның ертегісін тыңдау үшін. Осы екі мәтін көп жерлерде келеді. Сондықтан жаттап алыңыздар емес, естеріңізде сақтап алыңыздар. Жатталған нәрсе тез ұмытылады, естеріңізде сақтасаңыздар ұмытылмайды. Так, 7-ге дейін санайын, скриншот жасап алыңыздар, сосын естеріңізге сақтап алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас. Ша-ше тұлғалы есімшеден жасалады. Туынды мағына. Өткір пышақ. Назар аудару мағынасында. Жұмыстан ертең кел. Түнгі мал күзетінде. Автор төл сөздің ортасында. Ертең жиналыс сағат 5-те. Автор сөзі. Шартты райға жатпайтын сұрақ. Деммен ерген қарсуы. Бала туған жеріне, өз еліне. Себеп салдар салас құрмалас сөйлем. Бөлік жүретін жол тар екен. Біз амалсыздан жаяу шықтық. Сөздің мағыналық түріне жатпайды. Деректі. Жауап дәлелді, дәйекті. Дулат Бабатайұлының О ақтан жас өлеңінде бадана сөзінің мағынасы. Найзадан сақтану үшін киетін тор көзді сауыт. Болат сауыт. Өлеңде бадана көз 9 тор сауыт киер мекенбіз деп келеді. Күлдір кісінетіп күреңді мінер мекенбіз. Күдерден бау тағып қапты киер мекенбіз деген өлеңдегі көркемдегіш құралдар бізде аллитерация және риторикалық сұрақ. Риторикалық сұрақ дегеніміз бізде қайта сұрақ жауап ретінде беріледі. Күлдір кісінетіп күреңді мінер мекенбіз. Көтеруден бау тағып қамқақты киер мекенбіз. Абайдың қара сөздерінің тақырыбы адамгершілік, мораль мәселелеріне арналған өсиет толғау. Жусанисіндегі ауылдың аты ешкі өлмес. Қайғыланып асып барамын. Қазтуғанның өлеңі туған жермен қоштасуы. Ноғайлы қазақ жерінен қоштасқандағы айтқаны. Қонақтар әңгімесінде қарт кімге ренжіді? Сапабек брат, неге ренжітесіне? Қорқыттың тәрбиелік мәні бар нақыл сөзі. Қыз анадан үйренбейінше өнеге алмас, ол атадан үйренбейінше сапар шекпес. Перифраз. Бұл сұрақ бағана бізде басқаша келді. Ал енді перифраз деп келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Байладым белді бекем буайын деп, жүректі адалдықпен жуайын деп, талпынған мақсат іздеп махрум қалмас, адамдық ғылым жолын қуайын деп деген кімнің өлеңі дейді? Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңі жастарға. Махамбет, қаннан 40 туғанша
қарадан бірақ тусайшы өлеңінен көркемдегіш құралды табыңыз дейді. Бұл жердегі метонимия дейді. Ұлықбек Есдәулеттің қайсарлық намыс туралы шығармасы. Біз түркілеріміз. Домбыра деген мәтін беріледі. Сол мәтін бойынша сұрақтың жауаптары: ескі, ойық, құлақ күйі әуен сөзіне сәйкес оң және теріс, күйші, шек қағыстары. Екінші мәтін бізде мәңгілік бала. Мәңгілік бала. Роза Мұханованың шығармасы. Мәңгілік бала деген. Осының ішіндегі сұрақтардың жауабы: қайғылы, ядролық жарылыс кесірінен жақсылықтың жақсы таңы, дауыс салып көрісу жоқты бізде, және қара жамылған әйелдер дейді. Міне, бұл шығарма. Жалпы шығарманы жалпасынан басып жаттап алыңыздар осылай. Сәби, ата, қарт қандай сөздер? Жалпы есімдер. Жалпы есімдер. Сәби, ата, қарт жалпылап тұр. Бастауыш пен баяндаушының арасында қойылатын сызықша: ондағы оқығаным Абайдың өлеңдері. Атаулы сөйлем: айсыз қараңғы түн. Айсыз қараңғы түн бітті. Атап тұр. Келер шақ етістігі бар. Ғалымдар еліміздің этноз зерттеушісі деген сияқты келеді екен. Төл сөзді сөйлем: табылған ақыл сәке деді айқын. 5. Топтау сан есімді табыңыз. Асханаға 2-2-ден сапқа тұрып, 2-2-ден деген бізде топтау сан есім. Мекен-жай табыңыз. Жоғары, ілгері, ерте. 6 және қабысу дейді. Көпшілікке ой тастап тура жақ Николай. Так, мына сұрақтарды енді керек емес дейсіз. Мынау ақкөбік бозінген күй болуы мүмкін дейді. Әрине екеуі де күй. Күй ол. Бар бола тұра жұмыс десем, кейінгілер әбірет алсын. Атымдай жомарт пен шөп тасып, еңбек еткеннің 4 түрлі себебі бар. Бұл екіншісі. Сейір бәтінге балқаймақ. Батыр баян Қорқыт, Мағжан Жұмабаевтың поэмалары дейді. Батыр баян мен Қорқыт, Мағжан Жұмабаевтың поэмалары. Шетте жүрген бауырлар өлеңінің авторы Ораз Ақын Асқар. Шетте жүрген бауырлар. Ықылас, аққулар ұйықтағанда дариға жүрек. Әрине бұл бізде Мұқағали Мақатаев ақынның шығармалары. Аққулар ұйықтағанда поэмасы да күшті шығарманың бірі. Мәтін беріледі екен. Сол мәтін бойынша: жалаң дарында айтыспайды, демеулік және белгісіздік деген мәтін қазақ тіліне байланысты беріледі екен. Және екінші мәтін бұл жерде 1917 жыл деген жауаппен отарлық билік жүйе үлкенді қазақ кеседі деген сияқты сұрақтардың жауабы болады екен. Жақсы, түсіріп есте сақтаймын десеңіздер 7-ге дейін санаймын. Скриншот жасап алыңыздар мәтіннің жауаптарын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Кейінді ықпал, қатыспаған сөйлем. Күзде мектепке барамын. Антонимге қатысты азды да көпті де бағала. Оқшау сөзге қатысты ойдың иесі мен ретін білдіреді дейді. Қыстырма сөз. Төл сөз бұйрық райында болғанда төлеу сөзге қалай айналады? Түйігі тіске айналып, оған табыс және барыс септігі жалғанады. Төл сөз. Сөйтіп мен сіздерге өз аты жөнімді айтпақпын. Танымда. Тәуелденіп барып септелген ақылдың өзінің. Сын қимыл сабақтас пен үстеудің ортақ сұрағы қалай? 80-ші жылдардағы орыс тілінен енген неологизм. Жоғары бағдарлама, зейнетақы, қала, шаут. Абайдың ақын шәкірттері: Көкбай, Кәкітай, Мағауия, Ақылбай және Шәкәрім. Жусан иісі әңгімесіне қатысты қатар: соғыс зардабынан бақытсыздыққа. Менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пен аюдай. Қонақтар әңгімесіндегі әнші жігіт Аспандияр. Қорқыт нені ұғындырады? Өмірдің мәнін. Мұрат Мөңкеұлы Үшқиян, Еділдің бойы қанды қиян. Көркемдеуіштің тәсілі метафора. Алғашқы ұстаз повесіндегі профессордың аты: академик Алтынай Сүлейменова. Мәтін берілді, сол мәтіннің сұрақтарының жауабы:
Қуанып, жабырқауды білдіретін сөздер. Жабырқау және күлімсіреу. Етене сөзінің мағынасы жақын. Мәтіннің соңғы абзацында неше тұйық етістік бар? Бір дейді. Тұйық етістік бізде у жұрнақ арқылы жасалынады. Бала үлкен дейді. Ауыспалы мағынада тіркес, сыр, көңіл, сыр мінез. Екінші мәтін беріледі екен, дәл солай. Екінші мәтіннің сұрақ жауаптары. Естемістің ойына келген суық ой, арам ой. Бұл жерде бізде күй деген не беріп тұр ғой? Мәтін. Осы оқиғада қандай күй дүниеге келді дейді. Нар идірген. Заманым өткен екен, тіркесіне не білдіреді? Жастығының өткені. Ару ана қандай түйе? Сыңар өркешті ұрғашы сүтті түйе. Мәтіннен тең ойды тап. Сүйріктей. Ахмет Байтұрсынұлының пікірінше жартылай дауыссыз, үнді дауыссыздар амоним бола алатын сөз қара, қатыстық, сапалық сын есімге тән қатар, көрікті, алғыр, аяулы. Концерт ертеңге ауыстырылды деді Аружан. Төл сөздің төлеусізге айналу реті. Аружан концерттің ертеңге ауыстырылғанын айтты. Қанатты сөз. Дос достың кемшілігін кешіре білер. Қалау ұрайлы сөйлем. Ол үйге жетсе игі еді. Тілдегі қолданыстан шығып қалған сөздер архаизм. Біз ыңғай бермедік, өзгелер қоғадай жапырылды. Берілген саллас құрмалас сөйлемнің түрі қарсылықты саллас. Ол өзін тоқтата алмай мәуені тағы да жеуге кірісті. Жергілікті сөздер қатары келер және су самыр. Қожа. Көңілімді қайғы жандырды, жазылмас жара қалдырды, кешегі күнге зар қылды, кеткенді қайдан табасың, үзінді ауыз әдебиетінің үлгісіне жатады дейді. Жоқтау. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сезім жоқ, құр сөзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Абайдың 107-ші қара сөзі. Қар күреген бала бөліміндегі Қажымұқанның әрекеті 10 адам көтере алмаған кеспекті көтерді. Көне түркілерді, жырларды тасқа қашап жазатындар. Бәдіші. Мен сенемін, күнертең ақыл ойын бір тұтар деп ұлы өлкем деп сенген кейіпкер кім? Махамбет. Аллитерация. Жастарға насиха шығармаларының авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Роза Мұқанова. Мәңгілік бала бейне. Ұлттық сезім өлген жерде балалардың обалына дұрыс емес деген екен. Аяғанның сөзі деп келеді. Мәтін беріледі, сол мәтіннің жауаптары. Сый құрмет көрсету, қонақ болу үшін таныс болу міндетті емес, құдайы қонақ әңгімесі, жаманшылықтан жиіркену. Және тағы да мәтін беріледі. Аяз би. Мәтіні мұндағы қара қоғамен сауысқан. Аяз би атанды, аяз би адыңды біл, құмырсқа жолыңды біл, және кінәлі деген сөздер болады екен. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, егер де сіздерге осы сұрақтардың электронды нұсқалары және кітапшалар қажет болатын болса, WhatsApp нөмірге жазыңыздар, біз сіздерге электрон нұсқасын жіберіп береміз. Барлықтарыңызға сәттілік, жақсы ұпай жинаңыздар. Тесттен сүрінбей өтулеріңізге тілектеспін. Әмин.